Қайырлы күн оқушылар, бүгін 8-ші сынып алгебра 2-ші тоқсан ТЖБ 1-ші нұсқасын талдайтын боламыз. Номер 1-ші тапсырмада бізде x қосылған 3-нің квадраты плюс 7x тең 4x жақшаның ішінде x азайтылған 9 теңдеуін ax квадрат қосылған bx қосылған с тең 0 түріне келтіріңдер. Және бірінші, екінші бос мүшесін көрсетіңдер дейді. Ең бірінші біз мына берілген теңдеуді ықшамдап алу керекпіз. Ол үшін жақшаны ашайық. Жақшаны ашу үшін бізге формула керек. Бізде формула қалай еді? А қосылған б жақшаның сыртында квадрат қалай ашылатын еді? А квадрат қосылған e еселенген аб қосылған б квадрат, иә? Жақшаны ашайық. Бірінші а квадрат дейді, x-ның квадраты қосылған 2 еселенген аб, 2 еселенген және 3 қосылған, екі жердегі үшім 6x болады. Қосылған b квадрат, b бізде 3, 3-дің квадраты 9. Қосылған 7x тең болады. Енді 4x жақшаның ішіне жеке-жеке көбейтемін. 4x квадрат азайтылған 36x болады. Енді мынаны оң жаққа қарай шығару керекпін. X квадрат қосылған 6x қосылған 9 қосылған 7x азайтылған 4x квадрат қосылған 36 болады. Таңбаларын ауыстырады. Тең болады 0. Так, x квадрат, міне x квадрат. X квадрат бірден азайтамын 4-ті. Минус 3x квадрат. Ары қарай x-тарды қарастырамыз. 6x қосылған 7x. 13x. Мына жерде x бар ғой. 13x плюс 36x тең 49x. 49x. Енді сандар. Коэффициенттер тек қана 9-дан қалған екен, плюс 9 тең 0 болады. Енді бұл жерде біз екі жағында минус 1-ге көбейтіп жіберу керек екенбіз. Так, 3x квадрат қосылған 49x, азайтылған 49x, азайтылған 9 тең болады 0. Сонда а тең болады бізде 3, б тең болады минус 49, с тең болады минус 9 болады екен. Міне осымен бірінші тапсырмамыз аяқталды. Жақсы, екінші тапсырма асын қарастырайық. Төмендегі теңдеулердің қайсысы келтірілген квадрат теңдеу дейді. Енді келтірілген квадрат теңдеуді табу үшін келтірілген квадрат теңдеудің формуласын жазайық. Ол бізде x квадрат қосылған px қосылған q тең болады 0. Енді бізде x квадрат қане болады. Бұл жерде, яғни a-мыз 1-ге тең болады да, p мен q 0-ға тең болмауы керек. Енді қарастырайық. 1-ге тең. Мына жерде минус 1-ге тең. Мына жерде 2-ге тең. Мына жерде 0,5-ге тең. Мына жерде 1-ге тең. Так, x квадрат, а мына жерде 3-ге тең. Ендеше жауап бізде қайсы болады? Г жауабы дұрыс болады екен. Ары қарай, екінші тапсырманың б-сы. Берілген түбірлер бойынша келтірілген квадрат теңдеуді құрастырыңыз дейді. Келтірілген квадрат теңдеуді құрастыру керек екен. Яғни x1 бізде 3-ге тең екен, x2 минус 1-ге тең екен. Енді келтірілген квадрат теңдеу бізде x квадрат қосылған px қосылған q тең болады 0. Ал енді біз білеміз, оқушылар өткен болатынбыз, x1-ге қосамын x2-ні, ол бізде минус p-ны шығарады. x1 мен x2-ның көбейтіндісі ол бізде q-ді шығарады. Енді осыдан шығарып алуымызға болады. x1 нешеге тең? 3-ге тең. 3 қосылған x2-міз минус 1-ге тең. Минус 1-ге тең болады. 3-тен азайтамын 1-ді, 2 болады. Ары қарай 2-ні көбейтемін. 3 көбейтілген минус 1 тең болады минус 3. Енді мына формулаға апарып саламыз. x квадрат қосылған p бізде нешеге тең? Минус p болу керек бізде. 2, ендеше минус болады. Мына жерде бізде таңбамыз. 2x қосылған q бізде минус 3-ге тең. Минус 3 тең болады 0. Сонда бізде қай жауап болады екен? X квадрат минус 2x минус 3, міне в жауабы бізде дұрыс болады екен. Үшінші тапсырма. 3x квадрат минус 6x плюс тең 0 квадрат теңдеуі берілген екен. Енді осының асында с параметрінің қандай мәнінде теңдеудің өзара тең екі түбірі бар дейді. Бізге с-ны табу керек екен. Одан кейін барып теңдеудің түрлерін табу керек. x1 мен x2-ні табу керек екенбіз. Так, енді с-ны табу үшін біз дискриминантты 0-ға теңестіре аламыз. Ал дискриминанттың формуласы қалай еді? b квадрат минус 4ac тең болады 0 деп қарастырамыз. Енді мына жерден дискриминант b квадрат, b бізде минус 6, минус 6-ның квадраты, азайтылған 4 көбейтілген а бізде 3-ге тең, көбейтілген с белгісіз тең болады 0 деп қарастырамыз. Минус 6-ның квадраты 36, минус 3 жердегі 4-ім 12, с болады. Тең болады 0. Енді минус 12-сіні қалдырамын да, 36-ны шығарамын, минус 36 болады, с тең болады минус 36 бөлінген минус 12 болады. С тең болады қанша болады бізде? 3-ге тең болады, е? Сонымен с-ны тауып алдық. Бұл асы болған. Енді б-сында бізде не дейді? Теңдеуді осы түбірлерін табыңыз дейді. Мына теңдеуде с-ны апарып, орнына қоямыз. 3x квадрат минус 6x қосылған с бізде 3-ге тең болады 0. Енді дискриминант тең болады b квадрат 36 минус 4a 3 көбейтілген с 3-ге тең. Тең болады 36 азайтылған 3-9, 4-9, 36 тең болады 0 шығарады екен. Ал енді 0-ға тең болса бізде неше шешім болады? Бір шешімі болады деген сөз, иә? X тең болады минус b бөлінген 2a. Тең болады минус b дейді. Минус 6, 2 минус бізде плюс болып кетеді. 6 бөлінген 2 көбейтілген a бізде 3-ге тең, иә? Тең болады
Мына жерде бізде дискриминант бар ғой, плюс минус түбір астындағы дискриминант. Дискриминанттың орнына 0-ды қойсақ, бәрі бірде, мына жерде 0 болып кетеді де, бұның өзі алып қалады деген сөз. Так, 6 бөлінген 6 тең болады 1. Сонымен жауабы бізде 1-ге тең деген сөз екен. X тең болады 1. Келесі бізде 4-ші тапсырма x квадрат минус 16x қосылған 63 тең 0 теңдеуінің түбірлерін таппай төмендегілерді тап дейді. Асы x1 мен x2-ның қосындысы және x1 мен x2-ның көбейтіндісі дейді. Енді бізде формула бойынша қалай еді? X квадрат қосылған px қосылған q тең болады 0 дейді. Енді бұл жерде бізде p-мыз нешеге тең болып тұр? Минус 16-ға тең. Q-міз нешеге тең болып тұр? 63-ге тең болып тұр. Енді бізде формула бойынша x1 мен x2-ның қосындысы неге тең еді? Минус p-ға тең. Енді тең болады. Минус p-ға тең болса, p бізде нешеге тең болып тұр? Минус 16-ға тең болып тұр. 2 минус плюс болады да, оның 6-ға тең болады. Ары қарай x1 мен x2-ның көбейтіндісі неге тең еді бізде? Q-ға тең. Ал Q бізде нешеге тең? 63-ге тең. Мінекей, тауып қойдық. Ары қарай. Енді бұл жерде не істейміз? Ортақ бөлімге келтіріп алайық. Ортақ бөлімін x1 мен x2-ның көбейтіндісі деп алайық. Енді x1 көбейтілген x2 болсын. Мұнда x2-ні көбейтемін, мұнда x1-ді көбейтемін. Сонда, мұнда x2 қосылған x1 болды. Енді x1 мен x2-ның қосындысы бізде нешеге тең еді? 16-ға тең. Ал x1 мен x2-ның көбейтіндісі 63-ге тең. Мінекей, осылай жаза саламыз. Болды. Так, келесі бізде номер 5-ші тапсырма квадрат үшмүше берілген екен, үшмүшесі үшін дейді. Толық квадратын айырыңыз, b квадрат үшмүшені көбейткіштерге жіктеңіз дейді. Так, толық квадратын қалай айыратын едік? Асы деп жазып қояйық. Ол бізде x квадрат минус 6x қосылған 8 тең болады. X мына жерде азайтылған 3 квадрат минус 1 болады. Болды. Басында квадрат үшмүшені көбейткіштерге жіктеңіздер дейді. Енді квадрат үшмүшенің формуласын жазып қояйық. Ax квадрат қосылған bx қосылған c тең болады. X азайтылған x1, x азайтылған x2 болады. Енді x1 мен x2-ні табу керек. Ол үшін дискриминант, яғни x квадрат минус 6x қосылған 8 тең болады 0. Дискриминант тең болады b квадрат минус 4ac екенін білесіңдер. b квадрат 36 минус 4 көбейтілген a1-ге тең, c-мыз 8-ге тең болады. 4 8-ім 36 азайтылған 32 тең болады 4 болады. Енді 4 0-дан бөлген 2 шешім болады. x1 мен x2 тең болады. Минус b плюс минус түбір астында дискриминант бөлінген 2 еселенген a. Формула бізде. Так, минус b. b минус 6, 2 минус плюс 6 болады. Плюс минус түбір астында 4, 2 көбейтілген a бізде 1-ге тең болады. 6 қосу азайту, түбірдің астындағы 4-тен 2 шығады, мұнда 2 тең болады. 6-ға 2-ні қосамын. 8, 8-ді 2-ге өсем 4. 6-тан 2-ні азайтамын. 4, 4-ті 2-ге өсем 2 қалады. Сонда x1 4-ке тең екен, x2 2-ге тең екен. Енді мына бойынша формулаға салу керек біз. Яғни, мынаның өзін жасайын, x квадрат минус 6x қосылған 8 тең болады. A бізде нешеге тең? A бізде 1-ге тең. Ал x азайтылған x1-міз 4-ке тең, x азайтылған x2-міз 2-ге тең. Мінекей, осылай жазамыз. Келесі бізде номер 6-ші тапсырма берілген теңдеу бойынша дейді. Теңдеудің мүмкін мәндер облысын анықтаңыз. Б рационал теңдеуді квадраттық теңдеу түріне келтіріңіз. В рационал теңдеуді шешіңіз дейді. Жақсы. Ең бірінші А-ны табайық. Бұл жерде бізде бөлшектің бөлімі 0-ға тең болмауы керек. Яғни не істейміз? Бөлімдерін жеке-жеке 0-ға тең болмауы керек деп есептеп аламыз. Асы x азайтылған 3 тең болмауы керек 0-ға. Шешеміз. X тең болады. Минус 3-ті оң жаққа жіберсең 3. Сонда бізде 3-ке тең болмауы керек екен. Сосын кейін x қосылған 3 тең емес 0-ға. X тең болады плюс 3-ті оң жаққа шығарсаң минус 3-ке тең болмауы керек екен. Ары қарай әсі, бұсы. Рационал теңдеуді квадраттық теңдеу түріне келтіріңіз дейді. Так, бұл жерде біз не істейміз? Ортақ бөлімге келтіру керекпіз. Яғни, өзін жазып қояйын. X азайтылған 3, азайтылған 2, x қосылған 3, тең x квадрат минус 9 дан 8. Бізде ортақ бөлімі x квадрат минус 9 екендігі белгілі, ендеше мынаған не жетпейді? X қосылған 3 жетпейді, мынаған x азайтылған 3 жетпейді. Ортақ бөлімі сонымен x азайтылған 3 көбейтілген x қосылған 3 болды. Енді мына жерде сразу бірден көбейтіп жібереміз. X квадрат болады. Қосылған 3x болады. Мына жерде минус 2x болады. Плюс 2 жердегі шум 6 болады. Тең болады 8x квадрат минус 9. Енді бөлімдері бірдей болды. 2 бөлім бірдей болды деп қарастырамыз. Енді тек алымдарын ғана аламыз. X квадрат қосылған 3x, азайтылған 2x, қосылған 6 тең болады 8. Енді 8-ді мына жаққа шығарып жіберемін. Сонда x квадрат, 3x-тан 2x азайтсаң x қалады, жайғане. Ал мынау 8 минус болып барады. 6-дан 8 азайтамын, минус 2 тең болады 0.
Енді бізге в рационал теңдеуді шештік. Рационал теңдеуді таптық мінекей. Енді в-сында осыны шешу керек екенбіз. X квадрат қосылған x азайтылған 2 тең болады 0. Дискриминант тең болады b квадрат минус 4ac тең болады. b бізде нешеге тең? 1-ге тең. 1 минус 4 көбейтілген a-мыз 1-ге тең, с-мыз минус 2-ге тең. 1 қосылған 2 жердегі 4-ім 8 тең болады 9. 9 0-дан үлкен 2 шешім болады деген сөзге. x1 x2 тең болады. Минус b плюс минус арасында дискриминант 2a. Тең болады минус b минус 1 плюс минус 9-ның түбірасында 3 2a 2. Тең болады. Есептеймін. Минус 1-ге 3-ті қосамын. 2 2-ні 2-ге бөлсең 1 болады. Минус 1-ден азайтамын 3-ті минус 4 минус 4-ті 2-ге бөлсең минус 2 болады. Сонымен жауабы бізде 1 және минус 2 деген. Келесі 7-ші тапсырма бізде және теңдеуді шешіңдер дейді. Бұл жерде ерекшелік модульдің ішінде болып тұр. Енді біз жаңа айнымалы енгіземіз, яғни модуль ішіндегі x тең болады t деп алайық. Енді бұл жерде x квадрат тең болады, бізде t квадрат болады деген сөз. Енді дұрыстап жазып алайық. t квадрат минус 7t қосылған 12 тең болады 0. Енді дискриминант табамыз. b квадрат минус 4ac тең болады b бізде 7 49 минус 4 көбейтілген a-мыз 1-ге тең, с-мыз 12-ге тең. Тең болады 49 азайтылған 48 тең болады 1. 1 0-дан үлкен 2 шешім болады деген сөз. Сонда t1 t2 тең болады минус b плюс минус түбір арасында дискриминант бөлінген 2 еселенген a тең болады минус b 7 плюс минус 1 2 тең болады. 7-ге 1-ді қоссам 8, 8-ді 2-ге бөлсең 4, 7-тен 1-ді азайтсам 6, 6-ны 2-ге бөлсең 3 болады деген сөзге. 4 және 3 t1 және t2-міз. Енді біз мына жерде жаңа айнымалы енгізген болатынбыз. Түбірасында x тең болады t деп. Енді біріншіміз нешеге тең болды? 4-ге тең болды, иә? t1-міз орнына қояйық. Түбірасында x тең болады 4. Сонда түбірасында емес, модуль ішінде. А модульдан бізде оң және теріс сан шығады, иә? Плюс минус сандар шығады. Яғни сонда x1 x2 тең болады. Түбірдің астында плюс минус неше шығады? 4 болады деген сөз. Ал мына жерде екінші мәніміз бізде неше шықты? 3 шықты. Тең болады 3. Ендеше x3 және 4-ші мүшеміз нешеге тең? Плюс минус 3-ге тең. Сонда жауабын жазамыз біз минус 4-ге тең, минус 3-ге тең, 3-ге тең, 4-ге тең деп. Мінекей, осымен есебіміз аяқталды. Балалар, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Және де түсінбеген жерлерің болса комментарийға жазыңдар, мен жауап жазатын боламын. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңдар.